Армысыздар, ұстаздар қауымы. Мен Қойлыбаева Гүлнұр Жаңабекқызы, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. 2005 жылдан бері Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінде үздіксіз 15 жыл еңбек етіп келемін. Білімім жоғары, санатым педагог, зерттеуші. Мұғалімнің ұстаздық ғұмыры оның үздіксіз үйренуіне байланысты. Мұғалім үйренуін тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де жойылады дегендей, өз біліктілігім мен тәжірибемді үздіксіз шыңдап келемін. Атап айтар болсам, PISA халықаралық зерттеу, 3-ші деңгейлік білім мазмұнын жаңарту, тренерлік, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту, қашықтан оқытуды үйрену, онлайн педагог курстарынан өттім. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ибрай Алтынсарин айтқандай, ұстаздық жолында кәсіби құзыреттілігімді арттыру мақсатында аудандық мұғалімдер арасындағы олимпиадаға қатысып, үздік білімімен танылып, жүлделі бірінші орынға ие болдым. Ұлағатты ұстаздық қызметімде келешек ұрпаққа терең білім мен тәлімді тәрбие берудегі, білім сапасын арттырудағы үлгілі еңбегім үшін аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталдым. Ұстаздық ұлы іс деп кемеңгер жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, бұған лайық болу үлкен абырой, басты борышым деп есептеймін. Білім алушыларымның жетістігі менің жетістігім, ал менің жетістігім білім алушыларды шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға дағдыландырады. Осы бағытта жүргізген жұмыстар жақсы нәтижелер бергенін көрудемін. Соған лайықты облыстық, республикалық, халықаралық марапаттар мен мадақтамаларға ие болдым. Мұғалімнің педагогикалық қызметінің нәтижесі білім алушылардың білім сапасымен анықталады. Соңғы 3 жылдық білім сапасының мониторингін ұсынып отырмын. Жаһандану заманында өркениет көшінен қалмау үшін білімді, саналы ұрпақ тәрбиелеу маңызды. Шәкірттерімнің жетістігі менің де жетістігім. Бүгінгі таңда көптеген оқушыларым әртүрлі байқауларда, олимпиадаларда, ғылыми жұмыстарда жоғары нәтиже көрсетіп келеді. Қашықтан оқыту кезінде қандай платформа арқылы оқыған тиімді? Оқушының білімін толықтыру бойынша қандай оқыту және бағалау құралдарын пайдаланамыз деген мәселелер төңірегінде құзыреттілігімді арттырдым. Сабақ құрылымын жоспарлау, интербелсенді сервистермен жұмыс жасау, креативті инфографикалар мен Google өнімдерін тиімді пайдалану сынды тәсілдерді сабақтарда тиімді қолдана бастадым. Нәтижесінде қазір онлайн педагогпын және креативті бейне сабақ марафонының авторымын. Шебер педагог ретінде оқу мен тәрбиені ұштастыра отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру, ұстаз қызметінің тиімді де табысты болу мақсатында сандық бейне сабақтар даярлап, YouTube каналымда бөлісіп отырдым. Халықаралық Әл-Фараби Абай рухани мұраларының үндестігі тақырыбында ұйымдастырылған халықаралық конференцияда құнды баяндама жасадым. Республикалық білімді ел қоғамдық саяси газетіне мақалам жарияланды. Облыстық өрлеу Шымкент журналына қашықтан оқыту жағдайында оқушылардың білім жетістігін бағалау тақырыбында мақалам жарияланды. Үйренген жаңалығымызды қолдана білуіміз ол әр ұстаздың өз еншісінде. Әдістемелік тәжірибемді шыңдау мақсатында ашық сабақтар мен шеберлік сыныптар өткіземін. Республика көлемінде және мектебінде ұстаздардың ақпараттық құзыреттілігін арттыру мақсатында креативті ұстаз курсын жүргізіп келемін және түрлі вебинарлар мен конференцияларға спикер ретінде қатысамын. Ұстаздық жолда тәрбие қатар жүретіндігін білеміз. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы демекші, 15 жылда 3 сыныпқа жетекші болдым. Жетекшілік ететін сыныбыммен түрлі тәрбиелік іс-шаралар, семинарлар, тренингтер өткізіп, байқауларға қатыстырып, нәтижелі жемісін көріп келемін. Бірлесе құрған Ертұран би тобым аудандық, облыстық сайыстарда топ жарып марапаттауларға ие болып жүр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс деп бекер айтпағаны болар. Алдағы уақытта да өз тәжірибемді шыңдап, қоғамға тез икемделетін, білікті қажетті мамандарды дайындау жолында
үнемі ізденіп, шығармашылық әдістемелік білімімді шыңдау жолында еңбек етемін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.